Сәлем достар, бүгін боди растяжка жасап үйренетін боламыз. Ол үшін PicsArt керек бізге. PicsArtқа кіреміз. Плюсті басамыз. Және де холстыға кіреміз. Холстыға кіріп, неге вручную дегенге кіреміз да. Альбомны А4 жазамыз. Ол үшін 35-08-де просто орындармен ауыстырып жібереміз. Сол кезде альбомны болып шығады бізде. Стрелканы басамыз и редактировать дейміз. Енді добавить фото дейміз. Біз А4-ға екі боди растяжка жасап үйренеміз. Біреуін де істесеңіз болады. В основном осылай. Бір А4-ға екеу болғанды в основном заказ береді. Арзан боласын өйткені. Так, примерно қазір өлшейміз көзбен. Осылай нормально сияқты. Копировать етеміз и және қасына қоямыз. Бірдей болды. Сәл шетіне жылжытайын. Все, дұрыс болды. Енді добавить фото дейміз да, өзіміздің жаңа керек фонымызды таңдаймыз. Қандай фон керек сізге? Қыздарға болсын, ұлдарға болсын, детке жасайық. Пример, принцесса деп тұрған таңдай. Добавить дейміз. Үлкейтеміз, бір бодиға бір фон қоямын. Осылай внизді басамыз. Сосын фонды байнан кішірейтіп обрезать етсек болады, мына шетіндегін алып тастау үшін. Обрезать деп, кішірейтіп, осылай көрейін. Все, дұрыс болды. Енді копиясын жасаймын да. Осының үстіне әкелем. Екіншінің және де вниз деймін. Сол кезде бодидің астына кет қалады. Осылай жылжытып қоямын. Дұрыс болды. Енді қазір баланы қойған кезде мына растяжкалар артында фон қозғалып кетуі мүмкін. Сондықтан сразу галочканы басып бәрін қатырып тастаймын. Енді қатып қалды, бәрі қозғалмайды неге. Стикерін таңда салайын. Малышка деп или малыш деп таңдайын қазір. Нағызды аламын. Енді так, осылай асты жағына осылай қоямын. Копиясын жасаймын. Екінші жағына да осылай қоям. Дұрыстап қойып алыңыздар. Бір линияда тұр. Жақсы. Енді стикерға кіреміз да, жаңағы круг дейміз, белый круг. Осы жерде домалақ шығу керек. Ақ домалақ олай жоқ бұл емес. Так, белый круг, белый круг. Неге шықты? Осыны аламыз да, былайнан. Кішірейтіп, осы жерге әкеп қоямыз. Әріп жазуға үлкейтсеңіз болады, осылай. Өзіңізге қалай ұнайды, солай жасаңыз. Осы жерге қойдым. Енді вниз деймін. Жоқ, вниз демесе де болады екен. Қыздың үстіне кет қалды деп вниз деп атсам. Так, нормально екен. Осылай. Енді вниз десеңіз болады. Неге? Қыздың басы көрініп тұр. Енді копия жасаймыз. Так, дұрыстап әкеп аламыз. Так, дұрыс болды. Тоже вниз. Все, боди растяжкамыз дайын болды. Енді атын жазып қоя берсеңіз болады. Например, А деп әріп таңдап, цветін таңдап, обычно розовый таңдаймыз. Так, розовый жоққа. Так, розовый жоқ, пипетканы аламда, қыздың үстіндегі розовыйды алып келем. Все, осылай қоямыз, атын жазып.
Все, dizaynimiz, shablonimiz tayyor bo'ldi. Videoma like bosib, tirkiluvni unutmang. Sog' bo'lingizlar.